Мұғалжар газетінің инста парақшасында маусым айының 4-і және 30-і аралығында ең тату көшелер атты жоба ұйымдастырылған болатын. Аталған жобаға Қандыағаш қаласының тұрғындары белсенділік танытып, өздері туралы дайындаған бейнероликтерін жіберген еді. Жоба қорытындысында ең тату көшелер аталымына Жастық мөлтек ауданы номері 39 Б үйдің 2-ші подъездінің тұрғындары ие болды. Осы көршілермен 13-16 жылдай болды. Сол бастаптан тату тәтті болып, бір семьядай болып өмір сүріп жатырмыз. Жаңа өзіңіз айтқандай, бүткіл нені қолдап, балалар күнін, жаңа жыл, құрбан айт, Наурыз мейрамы бәрін атап өтеміз өзіміз дуарда. Мына дуарды өзіміз менің арқамда шығар, бірақ менің арқамнан бұрын менің жетектегенімен, жүргенімен жастарым еріп, тал егіп, гүлеп, көкейтіп жатқан осы менің жастарымның арқасында. Осы жастарыма мен көп рахметімді айтам, басымды ием. Осындай ауызбіршілігіміз Алла тағала артық көрмей, ұзағынан болсын деп ойлаймын. Бірлігі жарасқан көшелерге редакция ұжымы арнайы барып, жеңімпаздарды құттықтап қайтты. Татулық пен ауызбіршілікті басты ұрандарына айналдырған көшелердің аулалары тап-таза, подъездері гүлге толы. Олар бір-бірінің қуанышын бөлісіп, қайғысын да бірге көтереді. Атаулы мерекелер мен мерейтойларды да бірігіп атап өтеді. Іргесі бүтін көшелер түсірілім тобында ақ дастархан жайып, көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алды. Татулықтары мен көпке үлгі болып жүрген көшелер осындай игі іске мұрындық болар жобаның жалғасын табуына тілектестік білдірді. Мен 2009-дан бері тұрам. 2009 апрель айында келдік біздер. Кәдімгі акиматтан бюджет мекеме кезінде кезекке тұрып, 5 жыл кезекке тұрып алдым. Содан бері осы подъезде мына аталармен бірге тұрамыз, өте тату тұрамыз, өте ұйымшыл, өте таза подъезд. Кез келген жақсылықта, тойда, қандай нәрселер болса бір-бірімізге жанашырмыз. 30 үй, кәдімгі бір үйдің адамдай тұрып жатырмыз. Мына турнирге қатысып, жеңімпаз атанғанымызға өте қуаныштымыз. Және басқаларға да осындай тілейміз. Көпшілеріне көп рахмет, соның ішінде Гүлназат аға көп рахмет. Сол кісінің арқасы біз осындай естіп отырмыз. Сіздерге де рахмет. Қуаныштымыз. Арнайы Мұғалжар үшін Әйгерім Дарханқызы, Зайырбек Зайытұлы.